Ысқақ дей ма, білмеймін, аты жөнін, фамилиясын да білемін ғой, Ысқақ деп танып кеткен атеист. Күшті болар еді маған. Бетпе-бет кездесетін болса. Тікелей эфир, маған тіпті жақсы болатын еді, қуана баратын едім. Өйткені студиясын, ақшасын біз өзіміз-ақ төлеп беретін едік. Құдай жоқ, бар десең маған кел дей ма, не сондай ғой дейме. Ысқақтен бір атеист жігіт деді ғой, мен танымаймын, шынын айтсам, өзім түрінде көрмегім, өзімде көрмегім. Сол кісімен дискуссияға шығасыз ба, шығыңызшы деген сияқты, тоқтатыңызшы, болмаса мықты болсаң шығып көр деген сияқты, осындай көріп қалам. Николай Дроздов. Мира животных жүргізген, білесіздер, Құдайға сенесің бе, сенемін дейді. Бірақ Познердің өзінің сөзі бар, мен естіген. Я человек атеист, но если существует ад, я знаю, кто попадет в ад деген сөзі бар. Құдай жоқ деп жатқан болса, бұлар старомодныйлар ғой. Қазір теисттер деген пайда болды. Атеизм мода болмайды, теист деген пайда болды. Бұлар енді әлі сол ескі модамен жүрген болу керек. Ысқақты мен былай естідім. Ысқақтан бір атеист жігіт деді ғой, мен танымаймын, шынын айтсам, өзім түрінде көрмегім, өзімде көрмегім. Және олар не дауласып жатқанын білмеймін, бірақ анда-санда маған WhatsApp-пен сұрақтар өте көп келеді, жиі сұрақтар келеді. Солардың ішінде осындай Ысқақ деген кісі бар, тағы басқа бір кісілерді айтты. Дінге байланысты күдікті нәрсе айтты. Соның бір жауабын сізден білейік деп едік деп сұрақтар келеді. Соған қарағанда осындай бір кісі бар ғой деймін. Ішінде байқап қалған, сол кісімен дискуссияға шығасыз ба, шығыңызшы деген сияқты, тоқтатыңызшы, болмаса мықты болсаң шығып көр деген сияқты, осындай көріп қалам. Мен енді білмейді екенмін оны жігіт. Бірақ мен қуана шығар едім, прямой дискуссия болатын болса. Егер ол жаңа Ысқақ дей ма, білмеймін, аты жөнін, фамилиясын да білемін ғой, Ысқақ деп танып кеткен атеист. Қалай деп айтты? Құдай жоқ, бар десең маған кел дей ма, не сондай ғой дейме. Мен түсім бойынша өздерінің девизі дейміз ба, басқа дейміз ба. Жалпы атеисттер, енді қазір мен соңғы уақыттарда атеисттермен дискуссиямен де болған жоқ, бірақ 91 жылы Кеңес өкіметі құлады. Кеңес өкіметі СССР деп қойды, үлкен кісілер біледі ғой. Бұның фундаменті атеизм болған. Және құр атеизм емес, оларда соған арнайы мемлекеттен ақша бөлінген. Және оларда научный атеизм деген нәрсе болатын. Научный атеизм деген болатын. Кеңес өкіметі құлады. Мен оқыған кезімде, мен де сол атеистердің сол кезде программасын оқығанбыз біз. Дарвинизм болсын, басқасы болсын, Ленин болсын, Карл Маркс болсын деген сияқты. Кейін Кеңес өкіметі құлады. Кейін Аллахтың қалауымен енді жүрегіміз ашып дінге келдік. Сол кезеңде атеистермен менде кездесіп қалатын кезеңдер болған. Ол кездің атеистер жас үлкендер болатын. Олардың дискуссиялар болған менде. Сонда байқағаным атеистерді Кеңес өкіметінде, научный атеизмнен олар кәдімгі зерттегенде екі бағытта жұмыс істеген. Бірінші бағыттары Құдайдың жоқ екенін дәлелдегілер келген. Бірақ бұл бағыт нәтиже бермеген. Сіздерге айтқан Құдай жоқ екен, ешқандай нәрсе жоқ. Алып келе алмайды. Сондықтан Құдай жоқ деген келген кезде оларда өздерінің айтып жатқан нәрсесі Құдайдың жоқ екеніне дәлел болатын нәрселер емес. Әлем материядан пайда болды деген, оны уже бәріңіз үлкендеріміз оқыған шығармыз, материядан пайда болды, Құдай жоқ деген сияқты. Болмаса соңғы теориялар үлкен жарылыс, большой взрыв деп қояды. Ол да оған да дәлел емес. Өйткені оларға сұрақ қойып отқан кезде, сол үшін Совет үкіметінің атеизмнің нағыз гүлдеп жемісін беріп жатқан кезінде де сол Совет үкіметінен шыққан біраз адамдар атеист болған жоқ. Николай Дроздов. Мира животных жүргізген, білесіздер, Құдайға сенесің бе, сенемін дейді. Болды жаңағындай Познер сияқтылар. Бірақ олардың өздері кей кезде сұрақ қойған кезде, я человек атеист деп қояды, бірақтан үлкен адамдардың сұрақ қойған кезде не деп айтады? Если вы встретитесь с Богом, не айтасыз деген сияқты. Айтқанда допускать етеді да. Бірақ Познердің өзінің сөзі бар, мен естіген. Я человек атеист, но если существует ад, я знаю, кто попадет в ад деген сөзі бар. Журналисте дейді. Осы бұқаралық ақпарат құралдарында өтірікті тарататындар бірінші тозаққа түседі деп отырды. Атеист адам өзі. Сол үшін ол Ысқақты мен танымаймын, бірақ жақсы болар еді. Мен былай отырып алып, жаңа не дейді, жастар TikTok деген сияқты, ондай емес. Прямо мен Кеңес өкіметі сол жас үлкен атеистермен жолыққан. Отырып кәдімгі бетпе-бет келіп
мен оның түрін көрейін, өзін көрейін, сөзін көрейін. Не айтқысы келеді? Атеистер екі бағытта жұмыс істегісі келген. Бірінші, Құдай жоқ дегенсін айтқысы келген. Ол мүмкін емес. Сол үшін қызық нәрсе бар. Сіздерге айтып қояйын. Қазір теистер деген пайда болды. Атеизм мода болмайды, теист деген пайда болды. Бұлар әлі сол ескі модамен жүрген болу керек. Құдай жоқ деп жатқан болса, бұлар старомодныйлар ғой. Жоқ, ол тәңіршілерден бөлек ол. Тәңіршілер ол былай. Онда сол раб ретіндер ғой, исламға қарсы көрсетіп. Атеизм деген кәдімгі ғылымға сүйенетін атеистер ғой. Спутник, басқа, анау, мынау, ғылым, технология, физика, математика деп келетіндер. Научный атеизммен. Атеизм ол старомодный болып қалды, Құдай жоқ деп жатыр, старомодный. Қазір теистер пайда болған, әлемдік деңгейде. Теист деген не? Бір жаратушы бар дейді. Болмаса олар агностикпіз деп қойды өздерін. Бір жаратушы бар дейді. Бірақ діннің ешқайсысы керек емес дейді. Жүрегің таза болса болды дейді. Қазіргі мода осы. Қазір мода осы. Бірақ бұл неден пайда болды? Өйткені научно Құдайдың жоқ екенін дәлелдеу мүмкін емес. Мен көрмедім деген сөз, ол Құдай жоқ деген дәлел емес. Екінші бағытта жұмыс істеген атеистер. Діндегі минустарды іздегісі келген. Осы жерде олар бір жемістер берген. Басқа діннен, буддизмнен, христиан дінінен, енді адамдар қосқан нәрсе болады, минустарын таба берген. Сол сияқты исламнан да тапқысы келген. Сол үшін жаңағындай егер осы жерге келген кезде, жаңағындай мұсылманның сауаты терең болмаса, жай ғана бір ислам жақсы көреді, бірақ болмаса дауға түскен кезде, оны былай сөйлеп, шайқап бір сөйтіп жасау мүмкін. Сол үшін тікелей эфир тіпті жақсы болатын, қуана баратын. Өйткені мұсылман бауырлар өзіміз арамызда кей кезде бір тақырыптар болады ғой. Мұсылман бауырым болған екен, оның бір абыройын түсіргенге ұяласың да, мұсылман ғой деп. Ал енді Құдай жоқ деп отқан адам өз абыройын өзі ойламаса, күшті болар еді маған. Бет кездесетін болса. Білмеймін, қаяқта мен іздеп жүре алмаймын ғой, жастар шығар, мен қаншада екен де білмеймін. Сол үшін егер болатын болса, студиясын, ақшасын біз өзіміз ақ төлеп беретін едік. Екі адам болып отырып, көрейік, қай тақырыпта сөйлесер екен, не айтқысы келеді екен. Өйткені бұл Алланың бар екен ақиқат, Құран Алланың сөзі екендігі ақиқат, өлім ақиқат, дозақ ақиқат, жанат ақиқат. Не айтқысы еді? Көрейік, жолығайық. Бірақ білмеймін ол қалай. Егер маған шығатын болатын болса, басқа қылатын болса, бұған дейін де айтқан, мен бір кісілерден сұранғам, айтып көрдіңдер, шығатын болса шығайық деп. Бірақ жауап келген жоқ. Жеке өзіме ешқандай келген жоқ. Сол үшін егер не қылатын болса, мен үшін ол өте жақсы нәрсе. Өте күшті нәрсе. Өйткені солар арқылы Құдайды танытуға болады. Олар өзі түртіп тиісіп отырады ғой. Сол арқылы Алланың хақ екенін, діннің хақ екенін көрсетуге болады. Солар қаржыландырылады ғой? Оны білмедім. Азаннан кешін бір діни бір нәрсе шықса, арақ құлдар азаннан кешін жазылып отырды да, как будто айлық алатын сияқты. Олар басқалар танымайсыздар. Жоқ, арақ құлдар дейтіндер негізі. Бірақ бір нәрсе нақты білем. Қаржыландыру болуы да мүмкін. Біз енді көзбен көріп қолмен ұстағаннан кейін бірдеңе деп айтпай ақ қойық. Просто шақырайық. Атеист шақырып отырмын да мен. Бірақ бір нәрсе анық, сіздерге айтып қойын. Әлемдік деңгейдегі қазіргі үлкен саясат ол исламофобия.